ошону жазсам Күлайым ханым айтты, болбойт бул деди. Неге 80.000 евро деп жазбайсың деди. Биз 8.000 еврону биз өткөндө былтыр 2 жыл мурун алып атканбыз ушуну. Көрдүңөрбү? Тело ошого мозг ишенип атат, дагы тиги аз акчаны ушуну эле кайра алсаң жетет сага деп атат да. Мен өзүм деле оюмда ошо акча келсе мен анча проблемаларым бүтүп, үйүм бүтүп, тияк бияк деп атам. А мен 80.000 еврога али бери 80.000 еврону Алла Таалам бериш үчүн бул адам готовый болуш керекпи? Ошо готовый болуш үчүн силер биягыңарды өстүрбөсөңөр кантип готовый болосуңар? Ал 80.000 еврону бериш үчүн силер тынбай окушуңар керек. Фигураңар соответствовать етиш керек. Мозг, үйүңөр, мышлениеңар дальше мына алам деп ошого план болуш керек. Ошого жараша пландарды аткара турган установка болот экен. Ал мындай, мисалы мен ден соолугум постоянно мыкты болуш керек, оорубашым керек. Мен ден соолугум мыкты, идеальный, анан ушундай деп установка кылдым. Анан эң биринчи установкам мен Кудайга жана өзүмө 200% ишенем деген. Анан ден соолук, анан кийин менин ай сайын таба турган кирешем 80.000 евро деп жаздым. Ошону дагы деле ишенбей, мен жума сайын таба турган доходум 8.000 евро деп жаздым. Ошондо канча болду? 32.000 еврого чыктыбы менин немем. Ошого мен азыр салсат ишенип турам. Баягы фотокөзчө үй саласың дегендегидей акыбалда турам да. Эгер мен ушуну кыла берсем, 2 жылдан кийин ошол бүт ушу азыркыларым болот да. Көрдүңөрбү? Адам өзүнүн немесине жетет. Анан кийин дагы 6 установка болду ушундай. Кудай менен связь, акча маселеси, ден соолук, анан дагы бир унутуп атам азыр. Команда. 25 өлкөдө биз сиздер менчи, мен кийин оңдоп бергенди, силерге сразу жөнөттүм, көчүргүлө деп. Ошол установкаңар болбосо, уктап отуруп бересиңер, үйүңөргө барасыңар, идиш жуйсуңар, паласыңар жуйсуңар, кайта келесиң, өмүрүңөр өтүп кетет, бир күнү өлөсүңөр. Эриңер башка катын алып алат. Ошо. Даже ден соолугуңарды карабайсыңар. Мындай живой турушуңар керек жашаш үчүн. Анан ошону койдук планды. Эми карап туруңар. Билгениндей жашайм. Чалым менен ошо болгон жашоо мага хватает десеңер, анда пожалуйста. Өзүңөр билгиле. Болду, фотография. Сіздер бүгін осы ұққандарыңызды не қылыңыздар? Үйге барып ойланыңыздар, өмір жасауларыңызды қараңыздар. Егер дәл қазіргі точка адағы тұрған жасауыңыз сізді не устраивает, сізге жақпай жатыр ма, қычалап жатасыз ба? Мына точка Б-ға қалай келем? Точка ана жаққа жету үшін қандай қадамдар жасаймын? Алғашқы қадамның бірі мына установка болды. Егер жағы болды, мен бұл установканы қалай жасаймын? Жаңағы Марал ханым, Марал айтқандай 90 жаста, менде білмеймін, мен бір қызыл кітабымда цель жазадым. Мен бұрын 97 жас деген программа қойып алғам. Өзім де білмеймін. 97 жасты қойып жүріп сөрөз болып атамда. Ұқтыңыздар ма? Бірақ менің миым сол 97 жасқа сеніп қалғанда. Сондықтан мен сөрөздік болмайды, сөрөз дегенді айтпай, консилиум жасаған врачтарға мен былай айттым. Я вам спасибо. Мынанша дәрі жазып бердім. Я иду свою путем. Браво, я буду делать свое. Вам спасибо. О, врачтар мен іздеген жоқ, өлді ма, тірі ма, білмейді. Ұқтыңыздар ма? И сол мен 97-ге деген бір қызылдактерге бұрын жаза бер десе, сен жаза бердік та, сол қылып қойғанда. Мен крас просто есіме кемаққасын айтып бардым. Енді Құдайға шүкір, Гүлайым ханымның установкасы мен біздің мынаны бальзаммен, мынандай сіздер сияқты үлкен позитивный командамен 120 жазатын шығар ертең отырып. Мен арғы көремін да отырған. 97-тен арғы өтіп кететін болар. Құдай қаласа. Бірақ менде сол шамада 2018 жылдары мен 97 жаста едім. Сондықтан отырып үйде ойланасыздар. Ертең мен бастаймыз, 11-ге келеміз ба? 11 12 ма? Давайте пробка болмаған уақытта келейікші, пробка қалып 11-ге келейік. Гүлайым ханым ертең от и до барлығын түсіндіріп сабақ береді. Одан кейін жаңа сценарийді қалай жасау керек, не қылыш керек. Осының барлығы ертең сабақ болып
өтілеміз. Ары қарай тағы да ертең жасайсыз ба? Жасайық. ертең, иә? Тағы да бұл сөздің практикаларын жасайық. Қай жақта жасаймыз? Осы жерде ма? Осы жерде ешкім жоқ, азыр деле ешкім жоқ. Қараңыздар, міне, осымен Іштеге болды. мына установка туралы ұғымды Трансформационный тренинг. трансформация болмайды. Қазір қараңыздар, интернетке кіріңіздер. Коучыңызда, анауыңызда, мынауыңызда трансформация. Ал енді алдыңызға трансформация жасайтын адам, мен білетін соңғы 3 жылда Дубайға барып оқып келді. Ал иә, қараңыз, тағы қайда бардыңыз, Лайым ханым сіз? Біраз даже елдерге бардық. Осы трансформацияны қалай жасау керек? Дәл қазіргі уақытта трансформацияның выгодный вариантын қалай беремін? Қазір бұл кісі өзі коуч болып, отдельно істеп кетіп жатса да, істеуге болады, бірақ команданы қалай өсіру? Маған кезінде Айман ханым мен Мақсат мырза маған сенді ғой. Атыраудағы Ақжан ханым маған сенді ғой. Ботагөз Айман мен Мақсатқа келді ғой. Қаным бүгін Ботагөзге келді ғой. Нұржамалға сеніп келді. Бірақ ол Нұржамал бүгін бола ма, бизнеста болмай оны, бұл өзінің таңдауы. Ол кісіні бір идея осы жерде қалдырды. Тура ма? Міне сондай деген жақсы ниетпен біздер сіздермен іс қылайық, үйретейік деп опытымызбен бөлісуіміз керек. Жоқ, мен оқымаймын, маған керек жоқ, сен де таңертең тұрып ана доппен жасамаймын, тағы немене жаңағы жгутпен не қылмай, өз таңдауларыңыз. Ешкімге зорлық жоқ. Бірақ біз отырып баланы, келінді, немерені, басқаны үйретеміз демей, өзгерісті өзімізде жасайтын болсақ, айнала деген сөзді айна бар. Айна, өзіңізге айнаға қараңызшы, кімді көресіз? Асылхан әйнекке күзгіге қарап тұрса, Асылхан шыға ма, Ботагөз шыға ма алдынан? Кім шығады күзгіде? Асылхан шығады. Яғни, кім өзгеру керек? Асылхан келінін өзгертіп, мені бір туған сіңлісін өзгертем деп өзімен өзі шаршап, бауырын ауыртып жүрген кезде ана жақтан көзге айтады: Асылхан, сен өзгерішің керек. Асылханды көріп тұр ғой, келін шығып тұрған жоқ. Тура ма? Сондай өзгеріс, изменения бізге келеді только өзімізбен өзіміз жұмыс жасаған кезде. Шоның үшін айттым жаңа, ақыл үйретпегіле өзіңе. Түсінікті ғой, енді қазір сіздердің жаңа сұрауларыңыз серебряный директор болды. Бұрыннан келе жатқан партнерлар, ертең 30 декабрьге дейін 1 бронза, 2 бронза, 5 менеджер, 4 менеджер жетіспей тұрған жерлер. Просто чұрқаңыздар, тұтынып, адамдарға айтып, жұмыс жасап, серебряны жауып қойыңыздар да. Компанияның беріп аққан путевкасын алыңыздар. Плюс еще 200 PV несі бар, бонусы бар. Меттинг неме, за скорость береді. Осы именно бұрынғы ескі серебролар, сүрленіп қалған, сүрлі ет болып қалған серебролар. Сочный, дәмді болады, қатып қалған еттен тамақты қатып қалған бронзалар, серебро болатын болса, еще путевка береді компания, плюс 200 PV, 400 PV, 100 мың теңге. 400 PV бонус бар. Осы данный екі неделяны айтып аққан жоқ. Ескі бронза. 30 декабрьге дейін серебряный директор болса, путевкасын алады. На базе завтрака. Почему? Потому что анау бәрі қосылған, все включено. Оны қазір отельдер жасамай жатыр. Ол компанияның жасап тұрған несі емес. Жақсы oldu. Прихоть емес. Ысырапшылық көп. Путевка аласыз, плюс жаңағы 400 PV бонус беріледі. Ошоға ужин ичип жатасың. Ал енді 25 жылы контрактіге тұрған кабинетіңіз бар ма? Өздеріңіз акцияда жасап қойған кабинеттеріңіз бар ғой сіздердің.
Сол кабинеттерінде или сол 25 жылы контракт түзген партнеріміз 26 жылдың 30 июніне чейін серебряный директор болатын болса, путевкасын алады. Еще премия. Плюс премия жоқ уже. Онда премия жоқ. Жазылмаған білмеймін не екенін. На базе завтрака путевкасын алады. Ал кешегі аптадан бастап новый контракт түзген адамдарымыз. Енді сіздер қазір бизнес мышленияны қалыптастырып, бизнесті айтып, адамды алып келіп, 52 неделя туралы түсінікті ма? Düşündük anı. Жаңағы сіз айтқандай 2 бронза, 3 бронза шығарып қалғандар декабрьға шейін серебро жапса. Böyle 25'te registrası olsun. Жоқ, болмайды ал. болады. Жетішсе, 2 бронза, 3 бронза жарып қойғанда декабрьдің 30-на дейін жетішсе, 5 бронза шығарып, 5 бронза шығарып жетішсе, серебряның путевкасын аласыздар. Премияны Премия жаңағы 400 пивима бар. бұға шейін жарып жүргендер. Енді қараңыздар. Енді серебряный директор болғаннан кейін мен путевкаға бармаймын десе, бұрын қанша пиви береді деді бара? Neme? 43.000 som ile verediler. Енді Hazır 1800 pivi. 1800 пиви береді. 74.500 som verediler. Путевкаға бармаймын десе, 74.000 соғыңызды ала аласыз. Уже мынадан көбейтті. Плюсын көрдіңіздер ма? Адам баласы не нәрсені қарағысы келсе, Koridordan ayrılız. Koridordan. мен қолымнан не көріп тұрсыздар? Қызыл точканы көріп тұрсыздар, иә? Мына парақтың көлемі қандай, қызыл точканың көлемі қандай? Парақ чоң. Бірақ біз сол мынаны көріп тұрмыз. Елестеттім. Мынаның бәрі позитивта, аппақ әдемі ғой, иә? Бірақ мынау вот қолыма қызыл точкасы қарамай болғанда точно негатив қой. Адам ми нені іздейді? Негативті іздейді. И сіздер де сол компанияның изменениясынан только нені іздеп атамыз? Негатив іздеп атамыз. Вот сволочь. Сүрленіп келіп жатыр едім, до конца сүрленіп еді мен. Тағы екінші сүрленіп қалар. Ойлады. Geçen оқығанда. Emgizilere cevaylı otaklandı. Мынаны көрдіңіздер ма? Тура осылай негативті. Ал енді миымызды позитив көруге үйрету только өзім күзгіден қарап тұрған ботагөз ғана миын үйрете алады позитив ойлауға. Мен миыма даже осындай нәрсе ойланған жоқ. Супер адамдар тез-тез не қандай активный болып, серебро жабатын болыпты ғой деген ой келді ма? Түсінікті ғой. Енді серебро туралы сұрау бар ма? Жоқ па? Бар. Еще sizler жаңы программа бойынша 52 неделяда серебро жапсаңар, жана sizler кейін өзүңөр серебро болдуңар, ошо моменттен баштап астыңардагы 4 лидерди серебро жаптырсаңар, sizler золото болосуңар, ошо жерде премиальный жанагы немесин аласыңар, бонусун. Бонус енді сереброға емес. Вот, допустим, сіз бүгін решение қабылдадыңыз, бизнес қадам шақырдыңыз, 52 неделя бол серебро болды ғой. Сіз серебросыз, иә? Сізге бонус беріледі. 500 пиви ма? 500 пиви берилеткен. Еще siz дальше токтотпостон астыңыздагы 4 уже жарымдап калды да. Дальше 52 неделяда ошолорду жаптырып бере турган болсоңуз, сиз золото болосуз. Золотого дагы путевка берди. Золотоға путевка берді. Золотоның спонсоры золото болатын болса, соған премия бар. Золотодан 1 жылдың ішінде 52 неделяда бриллиант жауып жатсаңыз, путевка тағы берді. Ну енді это вообще классно. Только штеш керек. Маркетинг классағы скорость. Ой, құдайға шүкір, скорость шықты аузымыздан. Скорость. Біз бастаған кезде скоростьпен істедік. Айтып от одан кейін ұстап қалдым. Жетмек емес. Bizde ne oldu? Rasula bulka oldu. Erken o yaka barganга жетишти, bu yaka barganга жетишти. Kayra kelip ulan tevremde dedi. O şekilde bayağı время koyganda iyi koy.
мен андан көрө буну бүтүрүп эмки жыл буяка барайын деген план менен жашамак да. План болады да, четкий. План. Түсінікті ғой. Серебродан позитив таптық па? Таптық. Таптық, а? Жақсы таптық. Енді кэшбэк деген шықты. Кэшбэкке келейік, иә? Кім ұқты кэшбэкті? 9-й вид бонус. İşte verse çıkıyor öyle bir Aa, şöyle. Осы бір бір жер. Su işi olası mı? Не жаңа, не говорит, стакан бересің ше. Сіздерде мынандай апгрейд жасайды да 12 мың сомда контрактыңыз болды. Мына жерге. 12 мың сомға контракт түзді. Енді кейін біз не дейміз ғой? Бұрын бізде маңдай ғой маркетингте. Келесі алғаныңа өзіңді жаңа, допустим, кім? Асылхан 1 деп жазып кет дейтін едік, иә? Асылхан 1-ден Асылханға не түсетін еді? Бонус. Бонус 1720 сом. Тура ма? Асылхан бизнес құрмайды. Керек емес. Мен депутат беремде өзім үшін алып отырам, туғандарым алып беремін. Асылхан 2. Осылай мына жақта Асылхан 5, 9, 10 көбейіп кетеді. Көрдіңіздер ма? Асылхан мына жаққа серебро болғанша, мынау Асылхан 1 неге кетіп қалады? Пролонгацияға кетіп қалады. Кабинет жабылып қалады. Енді Асылхан 1-ді сереброға шығарайыз. Енді кэшбэк дегеніміз не? Кэшбэк деген кезде мынау Асылханның тұрған кабинеті бар ғой, 12 мың сомға алған. Кабинет, аккаунт. Келесі жолы келген кезде Асылхан 1 деп алмайды. Лично осы өзінің кабинетіне аккаунт номерін тереді да, осы жерге 12 мың сомға продукция алды. Түсініп жатсыздар ма? 12 мың сом продукция алды. Енді компания осы 12 мың сомның 61%-ін 61 пивиді сізге кэшбэкіңізге салып берді. Личный объем кабинеттеріңізге кірсеңіздер, егер осылай жасап, 61 пиви деп тұрады. Сол кэшбэкті басып қалсаңыздар, ол алатта кэшбэктан, кэшбэк деген өзіңіздің кабинетіңізден, алаттан бізде бонусный, сосын основной тұрады ғой. Кабинеттеріңізді, пивилеріңіз бонусныйға түсі ма? Сол пивиіңізге 61 пиви түседі. 61 пивиді көбейте 43 сомға, қанша сом ақша? Давайте ақшамен разбор жасайық. Жоқ, одай емес. 2623 сом. 2623 сом. Қайдан келді? Бізде рекрут бірінші линиядан қанша шығады? Рекрут қанша шығады? 1720 сом. Бірінші линиядан аламыз. Екінші линиядан қанша алатын едік? 688 сом. Активный партнер бинардан қанша алады? 430 сом. Мынаны қосыңыздар. 430 жарым. 215. 215 сом. Неге жарым екен қазір түсіндірем. Енді осыны қосыңыздар. 2623. 215 сом. Мына өзіңіздің кабинетіңізге өзіңіз алғаның үшін сізге 2600 рекрут бар ма? 2 линиядағы рекрутты беріп тұр. Неге бинардың жарымын беріп тұр? Себебі сіз адам жазған жоқсыз ғой, бір жақтап алып тұрсыз. Тура ма? Енді бұл 100 пиви. 100 пиви, е? Келесі жолы. 100 пиви алдыңыз, уже сізде 100 пиви бар. Келесі жолы келдіңіз 100 пиви, тағы 100 пиви, 100 пиви, 100 пиви. Төртеу болды ма, может быть, сіз келдіңіз да 200 пивиге концентрат алдыңыз. Тура ма? Қанша болды? 600 пиви. Бізде кім 600 пивида қандай статус беріледі? Менеджер. Сізге уже менеджер деген статус беріледі. Көрдіңіз бе? Енді бұл адамға миына да қабылдауға жеңіл ғой. Енді сіздің бұл новичогыңыз. Просто мен потребитель болам. Оған адам жаз, Асылхан 2 бол, мынаны қыл деп шаршамайсыз. Өзінің кабинетіне өзінің ақшаны салғызасыз. Бұна ақшаның бәрін 2623 сомды кім алады? Мұна сіздің клиентіңіз алып тұр, иә? Бұл клиент
bu klient sizin malı веткаңызға келді deyік, malı веткаңыздан түсті. Malı веткаңыз түсті. Правильно? Спонсора кім? Нұржамалдан түсті. Нұржамалдың malı веткасы. Нұржамал не алады? Нұржамал бронзовый директор. Бронзаның несі қанша? 860 сом мен бинадан алады. 860 сом Нұржамалға шығады. Әрбір контрактта. Әрбір контрактілер, әр 100 берілер спонсорына шығады. Оның жоғарғы жағындағы спонсор Марал. Маралдың да malı веткасы. Оған да Марал 946 сом. 946 сом шығады. Қаным бөбі? Бірлер? 975. 1025 сомға. Спонсорский ряд ақша алады. Тұқтыңыз ба? Сөйтіп, мына клиент просто ешкімге ештеңе сатпай 3000 балл жинаған кезде қандай статуста болады? Мынау сіздің бір менеджеріңіз болып есептеледі. Мен жаңа жолда келеді тағы Димашымызға жаздым. Егер менің клиентім менеджер болатын болса, маған есептелеме деп. Еще раз жаңа подтверждение алып да. Бір менеджеріңіз ол ертең өзі çoğuldып 3000 балл жиналғанда кім болады? Бронз болады, сіздің бір бронзыңыз. Еще çoğuldып, екі неделяда сереброның баллını берсе, путевка алады. Путевкасын алады. Сереброға чейін. Бірақ ары қарай команда түзем десе, онда 5 линиясымен жаңа сереброға шығар, золотаға уже команда керек. Мынау, болады ғой адамдар. Просто мен алам. Енді қараңыз істемейді. Енді ол өзіне өзі алып жүріп, ақшасы шығып жатқаннан кейін, ол сүйінетті ғой адам. Мына подругасы келеді да, ол да осылай алам деп контрактқа түседі. Команда құрылып кетеді ғой ертең қыздар. Зато өз кабинетін өзі жинап, өз пролонгациясын өзі ашып, қыжалат болып жүретін емес, реально бір қана аккаунтпен жұмыс істейтін лидер өсіп шығады емес. Выгодасын көрдіңіздер ма? Марал қырғызша түсіндіресің ба? Түсіндірмін. Аны кейіндері түсіндірер. Түсінікті ғой. Кэшбэк, мен бұны на практике көрдім. Арғы аптада менде үлкен базарда бір критерийдіңда Чимкентте оптовый склады бар, бір келіншек бар, просто өзіне продукт алып қояды. И ол что-то келді, ботагөз әпке дейді ғой, біз ботагөз әпке мен не алайын дедім. Менеджер жапқан өзіне өзі Ғалия 1, Ғалия 2 деп жазып беріп, оның правы левыйын қарап, малы жағына қойып сөйтіп жүрген ғой. Сөйтіп мен не алайын Чимкенттен деді. Дедім, хорошо Ғалия, бірақ супер жаңалық бар деді. Именно сен секілді өз-өзіне алатындарға осылай компания именно осы неделядан бастап осындай условия қойып жатыр. Давай көрейік деді. Ол кетті 60 000 теңгеге 12 000 сомға өзінің аккаунтына алды. Ол менеджер еді. Мына жақтағыларға ізіне жаздырған жоқ 5 адамға. Лично өзіне алғыздым. Кешегі аптада. Среда күні уже бонустар шығарған кезде кабинетіне кірдім, кабинетіне кіріп та білмейді. Кэшбэгінде 61 пиви тұр. Алдымда бас, кнопканы басып қабер, мына бонусныйына түсті. 61 пиви. Ғалия саған 15 250 теңге ақша шықты деп, күшті ғой деп. Потому что мынандай адамдар жазып жүргенде қанша алады біледі? 10 000 теңге ғана қалатын еді ғой. Мына адамның ізінен ақша кеткен жоқ, 4 000 да алмайтын еді ғой даже. Ол сүйініп қалды. 2623 сомға. Все, мен енді осылай ала береді. Енді қызық болды. Өзімнің кабинетіме кірдім. Бұл менің бір малый жағым екен. Большой мима, бір малыйдан келген. Кабинетіме кіріп қалып қарасам, фамилиясы шығыпты, Маликова Ғалия, маған жаңағы золото қанша алады деп 946 сом ба? 100 пиви түсіп тұр. 100 пиви маған шығып тұр. 946 сом келесі апта шығады. Удобно? Жұмыс істеу уже біз ана клиенттер олар қарамайды ғой. И біздің уақытымыз кететін еді ғой кабинетте. Қасына ұра. Зұлат қылып отырасыңар. Например, біреуінше мына адамды жазды да, адам бұл өзіне сатып алар. Адам бұл ошенде отырып ол қираттыра іштебейді. Адам 1720-ны бұл алынбайды. Бұға жоқ. Жана өз-өзіне қылса, барлық ақшаны бұл алынбайды. Ошон үшін çok suyunуп кетті. Көрдің ба?
мына өзі сүйеніп. Еще спонсор ақша шығарды. Түсінікті ма? Түсінікті енді. Мынау бар ғой сіздерде жаңағы келе жатқан кабинеттеріңіз бар ғой сереброға. Бір бронз, екі бронз жетпей қалғанда бұрынғы немен жасай беріңіздер. Ал енді қайтадан тағы сатам деп жүресіздер ме? Клиенттеріңіз көп, Дордайда. Хадиже, сіздің Дордайда клиентіңіз көп қой. Иә? Өзіңізге малы веткаңызға новый бір аккаунт ашып қойыңыз да, сол Дордайға барып сатқанның барлығын кешбекті өзіңізге шығара беріңізші. Қандай ақша шыққанын көріп қаласыз. Малыңызды сіз де аласыз, мына жердегі Тажихан 25-ті алады да. Жырғайсыздар. Түсіндіре алдың ба кешбектің пайдасын? Ошондо сой берем. Озбай, өзүзгө жазып. Өзіңізге алып, енді болады иә, кейде бір зубный паста аламын деп жатыр. Біз бір зубный пастаны бермейтін едік қой, бізге болмайды деп. Сол адам зубный паста ғана алып тұрам, айына бір рет зубный паста аламын деген, өзінің личный объемынан кабинет ашсаңыздар, мынауына бір аккаунт алып алса 12 000 сомға. Бір зубный паста алса қанша? 10 пиви береді. 10 пиви сразу кешбегінде тұрады. 10 пивini дағын жазсақ болады азыр. Үшіліңер, паста сатылбайды деп айтпайсыңар. Bir паста алам десе дағын өзіне сатып жазып қоясыздар. Бұл кешбегінде тұрады. Өзүңө жазып коесуңар да. Личный объемға. Біз бұның личный объемға қай кезде салатын едік? Ақша алып активизацияға ғана. Ал енді сіз активизацияны күтпейді ғана, даже Асылхандан активизацияны күтпейді ғана, айдың соңында жасайтын, айдың басында өзіңіздің кешбек алып сатып аққаныңызды кешбегінде түсіріп алсаңыз, сізге бұл ақша болып шығып тұрады. Ошонысы аябай жакты мага. Бизде мындай партиялар келип спонсорунан алып анан спонсору бербей кое берет да. Ошондой болчу. Азыр өзүнүн кабинетине жазып коёбуз. Өзүнө бір паста алса да уже акча шығып тұрады. Бұны кешбекке түседі. Кешбектен бонусныйға шығарасыз ба, жоқ бәрін чоғылтып барып 100 пиви болғанда шығарасыз ба, оны өзіңіз білесіз. Мынау 5 рет алсыз, 4 рет алсаңыз, сізде уже 12 000 сом жиналады ғой. 12 000 сом жиналғанда бонусыма шығарып тағы соған продукт алам демей, сен бір клиентіңіз шығып қалды, кешбегіңізді ақшаңыз тұр, келіңізді Маралдан 2 пастаны алып кетіңіз, кешбекке түскенімен ақ жасап ала бересіз, ақша құюдың да керегі жоқ. Түсіндіңіздер ма? Понятно? Понятно. Шерін аябай жақсы қылып тұр. Бұлда болса 6 000-ге албасаң болбойт дейді да. Екілер перфекте витальді, бір перфекте бір витальдіні алайыншы десе, сата албайды лек. Паста ал дейді, паста керегі жоқ дейді. Азыр өзінің аккаунтына 2 бальзамды жазып қойсақ та бола береді. Пастасы жоқ сол. Активизацияларға кете береді. Единственный кэшбэкті қалай басып бонусқа шығаруды үйретіп қойсаңыз, ол өзі қызығып сүйініп, маған келетті тағы да мен жүгіріп гармония сатып келейін дейді, 20 пивиға гармонияны алып. Азыр бирок силер бардыңарга 31-не чейин жанагыларды чыгарасыңар. Ошон үчүн ошондой адамдарга болбойт азыр пока. Бул жаңы адамдар. Кабинеттер жақындап қалғандар шығарып алыңыздар. Мен кеше жолда келе жатқан кезде Алматыдан Қордайға келгенше бір еже отырды, как раз Бішкекте жасайды екен. Сонымен сөйлесіп келіп жатып, осы нені продуктын айттым, кейін кэшбэкті айттым. Ой, жақсы екен, адам іздеп жүрмейсің. Бірақ келе жатып уже подругамның мамасы мынандай еді, мынау мынандай еді деп уже адамдарға айтуына келеді. Бүгін келем деген жаңа звондасам, нарынға неге кетіп жатыр дейді. Жаңағыдай бата шығып қалды, бірақ келгесін обязательно я позвоню. Тогда мен Маралдың телефонын еще кешірмей қойды. Все келеді да мен миым қатпайды, алады да өзінің кэшбэгін алып жүре береді. Подругасын жазып қойсын, подругасын. Адам жақудан қорқып жатқан жоқ ма қазір адам? Жазылмайым деді деп келеді. Жазылмай-ақ қой. А бұрынғы заставить ететінбіз. Потому что сен ана 1720 сомыңды алуың керек. Енді не только 1720 сом. Сенің 688 сомыңды қосып беріп жатқан жоқ па? Бір жолында. 2 рет бинардың жарымы. Кейін мынау 61 емес, 61-нан 3 па соғылдайға көтеріп пиво. Сондай тағы бар. Просто анау ненің бәрін қарасаңыздар. Түсінікті ма кешбек?
Қараңыздар, рекрут, маркетинг план өзгерген жоқ. Маркетинг план, компания, ногу со временем деген бар. Жаңадан компаниялар шығып, қазір новый маркетингтермен қызықтырып, кэшбэк, бізде кэшбэк. Енді қараңыздар, кей компаниялар бар, бізде кэшбэк 40%, 50%, сіздік 61%. Бізде де кэшбэк бар, бірақ біздік 61%. 40 көп, 61 көп. 61 көп. Сіз уже, мынауға чуылдап атқан Грендей бар ма? Грендей ба, Қазақстанда да бар сол. Сонда 40 екен кэшбэк. И то ол кэшбэкті алады екен, чоң пакетпен кірген адам. Андай, мындай потребительдер 10 PV, 20 PV жинап кэшбэк ала алмайды екен. Просто маркетингті жақсылап білсеңіз, ондайларға жақсылап атпор бере аласыз. Салыстырып, міне сенде кэшбэк 40 бар, бізде қанша? 61. Сен лидерский доход алу үшін 12 мың сом емес, ең чоң пакет қанша? 72 мың сом. 72 мың соммен кіру керек дейді кей компаниялар. Маячинка алусын басқа. А сіз оны білмегеннен кейін маркетингіңіз өзіңіз білмей тұрғансыз. Ана соны неген анығы деп айтып келеді адам маған. Мен атайын кредиттен немесіне бардым. Аймағы, мысалы үшін, 5 адамдар біз менеджер болусы екен ғой. Аларда 32 адам тапқанда менеджер болады. Осыларды айтпайды екен. Үште дағы бір адам 28.900 мен келеді екен. 29.000 екен. 12 менен киргиз албай атып 28.900 менен бир партнерім кетти да. Анан ошо жанымда отуруп эле айттым. Сиз 12.000 адам таппай койсоңуз 28.900 канча адам табасыз дедим. Сиз 32 адам тапканда менеджер болот экенсиз десем. Булар толуп акча айтып Күлле мен о башындагы глобалдардын акчасын деп коем да. Мен өзүм ушинтем да. Алар толуп ошол акчаларды айтат экен. Нагыз карапайым мен эң плюсун беш деп туруп сразу эң плюсуна кошуп салат экен. кредит алып. Кредит. 30 миң болот экен кредити. Ошо менен мен швеямда бир 3 кыз иштейт эле. Мен кредит төгүшүм, сен эмне кредит төгөсүң? Мен жанагы Гринлифтеге кошулган иштеген деле жокмун, продукт сата деле алган жокмун. Ошо менен 1 жыл кредит төгөдүк. Адамдар улап берем деп. 305 сомды кім айтып жатыр? Элементарный менеджердің 25 мың сомын айтпай жатыр. 1720 сом. 1720 сом. 5 адам жазса, қанша шығады менеджер? 10.234. 10.230 сом аласың дейді. Ана адам өзі әзірген 5 адамды қайдан табамын да миығына. Все, закрылась. Легко, жеңіл түсіндір. Мына жерде кэшбэктің өзі 12 жүзін ала бер. Үкан алам деп адым, апардан сатып келе бер. Көрдіңіздер ма кэшбэкті? Кэшбэк білмей отырып. Білмей отырып мотор алады. Спонсорыңызға түсінікте малый большой деген нәрсе болады. Енді біздің компанияның именно бинарының, сіздер қараңыздар да, бинардағы ең күшті фишка, мына 2 ветка ғой, ешқашан бинар тең болмайды. 2 ветканы тең алып жүру болмайды. Біреу жоғаяқ, біреу не болады. Любом случае. Енді сол жоғайған ветка көп компанияларда обнуление болады. 1 жылда бір обнуление болады, цикл жатқанда обнуление болады, айында обнуление болады. Ал енді бізде глобал трендте обнуление жоқ қой. Пожизненно күтіп тұрады. Күтіп тұрады да, енді сен соны күтіп, ана ақшаны күтіп тұрғаннан кейін мышық болып жата бермей, есек болып жатпай, просто чұрқауымыз керек та, тигр болуымыз керек та. Ана ақшаны алайық та, тұр ғой маркетинг. Бір контракт жасаса алып жатырмыз. Біз неге осы өзіміздің плюстарымызды көрмейміз? Неге жаңа мынандай чоң ақпараттар мынандай точканы ғана көріп? Давайте жақсылап маркетинг планды разговор жасап, көруді үйренейік. Ол үшін офисқа келіп маркетингті ұғайық. Тек продуктын айта бермей, продукт ол все результат беріп жатыр. Миында өмір сүрем деген адамға
продукты жәрдем беріп жатыр. Ал ол оның миында программа, менің миссиям бітті, өлем дейтін болса жәрдем береді. Ол мен өз басымдан білген. Менің атам сондай, 1,5 ай ауырды, атам айтты, мен туған атам. Мен аузына қасықпен смарт дейін шыққан кезде, чоң столовый қасықпен смартты құя бердім. Концентратты бір стаканға бір сприсетін бере бердім. Единственный без морфий, басқа. Екінші рак, өңешті су жұтпай қалады екен. Соңғы демі таусылғанша тамақ ішті. Бір апта қалғанша нан жеді. Қамыр ауқанша тамақ өтті. Су өтті. Бірақ ми психология не қабылдап қойды. Мына сөзді айтты, 74-тегі атам, менің миссиям бітті деді. Все, ол дайын уже. Солай дайындалып кетті. Молдасын шақырды, Ясин оқытты, 2-3 күн дайындалды, жуынды, чайынды, соңғы кетерге бәріміз болды. Солай кетті. Бальзам көмегін берді, тамағын Ондап жатқан жоқ. жатқан. 1,5 ай болды. Бірақ өзіне қойған сәл, Өзіне цель алып кетті болды. Цель сол миссиям бітті. тура. Ошон үчүн сен коюшуңар керек жашоого. Сондықтан біреудің өмірі үшін жауапкершілік алмаймыз. Менің 2 бальзамды ішсең, сен онкологияда жазылып кетеді деп адамдар дамып келеді мына жерде. Жауапкершілік ана адамның өзінде болу керек. Маркетинг планда 305 000 сомды алуда, алмауда кімнің ответственностьсында? Әрқайсысы. Сол үшін сол ответственность неге келу үшін, нормал алу үшін адам, жаңа установка басқа жасаш керек. Кэшбэк түсінікті ма? Серебро түсінікті ма? Даймондтың доходы 8-ші инфинити мет мара? Ооба. Оны да қосып берді ғой бізге. 8-чи вид доход. 8-ші вид доход кеше 7 жылдықтың алдында берілген. Бұрын ол доход жоқты. Сіздің командаңыздан даймонд болған кезде, сіздің командаңыздың бүкіл товары, мысалы қараңыздар, бізде мэтчинг неше уровень? 3 уровень, я? Мэтчинг доход. 3 уровень. Мен бағана айттым ғой сіздер, бізде бинарда ғана не бар дейді. Бинар дегеніміз не? Міне, мына сіз, мынаның бәрі таралып кетеді. Бірақ бізде енді классикалар бар, маркетинг. Мыналар 7 уровеньнен беріп жатыр, Global Trend 3 уровень береді екен. Дейді. Сіз маркетинг план ұқпағаннан кейін, білмегеннен кейін, разбор жасай алмағаннан кейін, соған сеніп қаласыз. Құқтыңыздар ма? Сеніп қалады да. Сеніп қалады. Білмейді өзі. Ал сіз мына 3 уровеньнің гарантирован, яғни сіздің лидеріңіз 20-шы линияда да болса да, мынаның бәрі потребитель болып кетті, 20-шы линиядағыңыз уже ақша тауып жатыр. Именно потолокты осы алып жатыр. Ал сізге 10%-ын алу керек. Мынаны компания прям пресс бит көтергендей қылып, прессті білесіздер ғой, мынандай дордайға барсаңыз прессті көріп жатасыз. Тура сондай пресс қылып, мына жерге көтеріп береді, сізге 10%-ын алып береді. Ол мына адамдар жоқ болып кетпейді, 2 жыл күтіп жатады тағы да орын. Сіз неге ертерек бронзаға, командаңыздың лидерлары бронзаға шығару керек? Бронза болған кезде 2 линиядан алады. Міне, 1 линиядан активный партнер, менеджер 10% алады. Бронза мен серебро 1-ден да 2-ден да алады. Көрдіңіз ба? Қалай золото жабасыз? 3, 2, 1. Еще гарантированный. Команда өсірген тиімді. Өзіңіз барып, чұрқап барып, сатып келіп, ананы уговаривать етіп, 12 000 сомның 6 000 сомын алып, ана 2 бальзам 1 пастаны апарып беріп келіп, одан кейін ақшасы болып қарызға беріп, ол қарыз ақшаңызды бермей, не стресс болып жүргенше. Не жасау керек? Просто лидерлар ақша тапқысы келетін, жасауын өзгерткісі келетін. Артынан мынау бар ғой, неше жерден сіз бүгін қандай болыңыз, кім жаман болыңыз, жақсы болыңыз, басқа болыңыз, кімдің несі ғана есте қалады адамдар. Жақсылық есте қалады. Жаманды ұмытып кетеді, тек жақсыны есте қалады. Сонда ертең сіздің немереңіз, шөбереңіз, менің бабушкам өткен екен, Асылхан деген, мына чоң үйді бізге салып беріп кетті.
ол сол сетевик болып блогл тред дегеннен ақша тапқан екен. Мына Асылхан әжем, чоң енем, менған депозит ашып, 30 миллион сомды салып кеткен екен. Асылхан еже өліп қалған, осыдан 10 жыл бұрын. Өтіп кеткен, бірақ 30 миллион сомды депозитке салып кеткен. Немеренің немересі төреледі да, ана ақшамен жасауын жасайды. Спасибо. Көрдіңіздер ме? Ол немере, шөбере, жеті атасына дейін Асылхан ежені айтып тұрады. Асылхан еженің портреті ол немеренің, шөберенің үйінде тұрады. Тура әлі ме? Манас, құрмандан жатқанда әлі айтып жүрміз бе? Неғып ескертіп қойып атамыз Манас? Потому что мынандай жасаған. Құрмандан жатқан неге айтып атамыз? Қырғыздан шыққан осындай елін көтерді, бостандыққа келді. Міне тура солай, ертең баламыздың баласы бізді сондай қалаған, хотите? Легенда болғыларыңыз келе ме? Давайте установкамызды жақсы қылайық, сценарий жизни жасайық та, өзіміз легенда қылып кетейік осы өмірді. Өлеміз ғой, шайтан емеспіз ғой. Bir күні Құдай біледі қашан кететінімізді. Простой бабушка болып өсіңер, ертеңер небереңер деле атыңарды ұмытып Қалады. ким бақтылемеді дейді. Немелері қой. Ал жаңағындай депозитке ақша сап кететін бабушка, тура ма? Түсіндіре алды ма?